Күндердің күнінде әйел билеген заман келеді. Мөңке би түс көріп, оны Сырым батырға жортпақ болады. Бір жолы бәйгеге 40 ат қостым, біреуі де бәйгеден келмеді. 30 ат қостым, біреуі де келмеді. 5 ат қостым, 4-еуі бәйгеден келмеді де, біреуі ғана мәреге аман есен жетті. Аман жеткені сол келе сала пышаққа ілікті. Әлгі аттың ішін жарып жібергенінде қасқыр шықты. Қасқырды жарғанда түлкі шықты, түлкіні жарғанда қоян шықты. Осыны жорып берші, дейді Мөңке би. Сырым түс жорудың жолын Мөңкенің ұзатылып кеткен қызына беруді ұйғарады. Қыз түстің жайын білген соң Сырымға: түсті жездеңе жортпа, жиеніңе жортпа, әйеліңе жортпа деген сөз бар еді. Сонда да айтайын, дейді. Түс адал түс, қиял түс, шайтани түс деп үшке бөлінеді. Мұны қай түске жатқызарымды білмеймін, бірақ оның шешімі мынандай: 40 ат мұсылманның 40 парызы орындалмай қалатын заман болады екен. 30 аттың бәйгеден келмей қалатыны, 30 күн ораза ұстамайтын заман туады екен. 5 аттың 4-еуі келмей, біреуі келгені 5 уақыт намаз қаза болып, оның біреуі оқып, біреуі оқымайтын кез келеді екен. Қасқырдың шыққаны, кісінікін тартып алып, ұрлап жейтін зорлықшылар заманның туатыны шығар. Түлкі шыққаны, алдаушы мен арбаушы көбейетін, түлкідей бұлаңдаған заманның күтіп тұрғаны шығар. Қоян шыққаны, ұрпақ үрейленіп өсетін, көлеңкесінен қорқып жүретін заман болар деп жорып беріпті. Осыны айтып болғаннан кейін Мөңке бидің қызы: маған түс жортқандарыңыз қате болды. Күндердің күнінде әйел билеген заман келеді. Ол заманда әйелден ұят кетеді, еркектен намыс қашады. Менің 3 рет шақырғанда зорға келуімнің сыры осында еді, депті. Каналымызға тіркеліп, пікір білдірсеңіз жеткілікті.